Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менімен бірге түрік сериалына саяхат жасаймыз. Мені бір жаңадан түсіріліп жатқан тарихи түрік сериалына түсіріліміне шақырды. Ол жерде мен танымал актрисаның дублері ретінде қатысам. Дублер болғанда әрине түріктер жасамаймын, бірақ бәлкім оның кішкентай кезін немесе, яғни маған агенттің түсіндіруі бойынша оған өте ұқсайтын адам керек екен. Әрине мен өзімді өте қатты ұқсаймын деп ойламаймын, тіпті мүлдем ұқсамаймын десем де болады, бірақ та көреміз. Режиссерлар мені таңдаған екен. Ұқсамасам да олар өздері ұқсатып алатын сияқты монтажбен. Енді көретін боламыз. Видеоның атынан да көргендеріңіздей, ол актриса Қазақстанда өте танымал бір сериалға түскен. Мелиса Асыл Памук. Ой, қазір таксиімді күтіп тұрмын. Ауа райы бүгін күшті болып тұр негізі. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Önce boğazdan yapacağım, sonra iki bölümü. Жаңа ПЦР тест тапсырдым. Съемка басталмай тұрып, барлық актерлар ПЦР тест тапсырады екен. Менікі негатив шықты. Көреміз, қазір мен актерлардың бөлмесінде отырмын. Қызық екен. Мына жерде сценарий жатыр. Маған айтқандары бойынша София деген карактерді ойнаймын. Мына жерде түсірілім алаңына сарай салып қойған. Бұл ескі тарихи фильм болғандықтан сарайлар салып қойған өздері. Яғни басынан бастап салынған сарай тұр. Қазір түсіре алсам көрсетемін. Смотрите, какие костюмы. Сделали волосы, макияж. Смотрите, какой классный костюм. Сейчас сказали подождать. Басманандай тағы кигізіп берді. Түріктерге ұқсайды ба? Ана жерде бір актер отырған сияқты, бірақ танымай тұрмын, қай жерде ойнаған. Прогуглить надо. Вот так кормят на съемках. Менің түсінгенімде бұл сериал, қалай десем, бұл діни сериал, бір діни басты рөлдегі адам туралы. Bunu söylemeseydim size ihanet etmiş olmaz mıydım? Ne olur beni bağışlayın. Fark etmez. Siz hangisini isterseniz. Ben ısmarladım. Telaş da aklımdan çıkmış. Sağ ol. Kızık ssenarий. Hiç dersi düşünmedim. Ne olur beni bağışlayın. Жаңа ғана бас рөлде ойнайтын, менімен бірге
сахнага түшетін актерді кездестірдім. Мен айтамын, сіз кім болып ойнайсыз десем, екеуміз бір сахнада ойнаймыз ғой деп айтып жатыр да. Содан кейін режиссер дейді, бұл бас рөлдегі актер деп. Кішкене ұялып қалдым, шынымды айтсам. Бірақ ол кісі де ешқандай оған ренжіген жоқ. Одан кейін Гуглдан қарап алдым кім екенін. Керем деген актер, бірақ аса қатты танымал емес. Енді осы сериалдан кейін көретін боласыздар. Беліме мынандай белдік тағып берді. Менің байқағаным, әрбір детальға өте қатты назар аударады екен. Мына жақта мына киімдердің өзі өте сапалы жасалған. Шынымен сол заманның киімдері сияқты. В таком месте снимают красиво. Merhaba, hoş buldum. Bak orada olması lazım, o aksesuar kezinin içinde olması lazım. Sekiz olabilir. Мынау кірпіш сияқты көрініп тұрғанмен қараңыздар. Қағаз. Мына жерде түсіретін боламыз. Сцена түс көреді екен. Өзінің сүйіктісін түсінде көреді деді. Түсірілім жалғасуда. Бағдат деген қала. Осы сериал үшін салынған. Қараңыздар, мен мынаның астында қалта бар. Телефонды осы жерге салып қоямын. Біз уже 3-ші рет па, 4-ші рет па түсіріп жатырмыз бір сценаны. Осымен түсірілім аяқталды. Түсірілім примерно 4-5 сағаттай болған сияқты. Өте кеш аяқталды. Бір сахнаны бірнеше рет түсіреді екен. Түсіре алғанымша түсірдім. Көп нәрсені түсіруге болмайды. Және бұл костюммен түскен суреттерді де ешқай жерге салуға болмайды әзірше. Осы видео ұнады деп үміттенемін. Сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылыңыздар. Және де лайк басыңыздар. Сау болыңдар.